Сәлем шопыр қыз, қалыңыз қалай? Бізде бүгін подкасттың алғашқы шығарылымы. Өзіміздің айналамызда жүрген қыздардан бастайық дедік. Шопыр қыздардың көбісі правасы бар болса да машина айдай алмайды. Праваны қалай алу керек екенін білмейді. Мен Ұлдана Әділханқызы, жол әліппесі методикасының негізін қалаушы, әйелдерге арналған автошколаның негізін қалаушы болып келем. Өзімнің 10 жылдық опытым бар. Енді біз ақырын осындай подкаст жасап жатырмыз. Қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, қыздар өзіміздің арамыздағы қазір женская солидарность білдіріп кетіңіздер, қуанатын едік. Бүгін бізде Мақпал, ең алғашқы менің қонағым. Сіздердің алдарыңызда көп балалы ана. Мақпал, енді кішігірім өзің таныстырып кетсең. Мен есім Мақпал болады. Ұлдана ханымға жұмысқа келдім. Отдел продажда жұмыс істеймін, менеджер болып. Звондап атсам, всегда с удовольствием консультацияны беремін әрдайым. Не себептен мен қазіргі уақытта қобалжып тұрмын. Еще Ұлдана ханым мен бірінші қонақ деп айтқаннан кейін ба. Өзім жайлы айтатын болсам, жасым 37-де. Машина әрі өзім отқан жоқпын. Не себептен? Кішкентай кезімде, это уже 3 жасымда ма, 3 класста велосипед айдап жүрем, енді үйреніп атырам. И бір кезде қасымдағы балдармен, далада ойнап жүрген дос балдармен скорость айдаймыз, кім бірінші деп. Сөйтіп келе жатқан кезде алдымнан резко машина шығады ғой. Ана велосипедпен екеуміз поцеловались болады ана жерде. Менде шок, стресс, қорқыныш, сол бірінші қорқыныш кішкентай кезімнен басталады. Мен ана жерде қашып жүрмін, велосипед қашам, бәрі сұрайды, ананың мамасы қайда деп ше. Өзім тығылып жүрмін, ана жерде бүйтіп қорқыққа біліп қойса не болады деп. Бірінші қорқыныш сол кезде басталды. Сосын жарайды деп, енді машинаға вообще қызықпайтын бір болады ғой, кейбіреулер прям отырам айдам, менде ондай болған жоқ. Сосын уже осознанный возрастымда, уже 20 жасымда, тағы да бірақ қыста Алматы Тараз ортасында жүреді ойын машина. Қыста аяғым ауыр сол кезде. Келе жатқан кезде енді гололед қой, машина прям былай айналады да жолдан шығып кетеді ғой тоже. Мен ана жердегі енді сезімді айта алмаймын. Потому что я же беременна еще плюс. Сол кезде адамдар ұшып кеттіңіз ғой сіз сонда, получается. Не трассадан бет машина айналмайды, машина ішінде болам, бірақ машина айналайды, жолдан шығып кетеді ғой. Сосын мен деп Құдайға шүкір деймін да, что со мной с ребенком все в порядке, бала бетпен-бет соғысқан жоқпыз, а просто машина өзі бүйтіп айналып жолдан шығып кетеді. Почти 2 сағат ана машинаны шығара алмайды ғой. Қыс еще ана жер. Сөйтіп, содан кейін тем более машинаға деген желание вообще қашады ғой ана жерде. Спасибо, до свидания деймін ғой. Сосын көлікте кімдер болды? Көлікте жолдасым болды. Сол кезде прям аяғында жатты қамынше. Основной сол страхты көрмей қалдым да, машинада не болған. Бүйтіп жатқанның арқасында, наверное, мен қатты шошынған жоқпын. Сосын мен білуімше сіз бір ғана ДТП-ға түскен жоқсыз, көптеген ДТП-ға түстіңіз. И сөйтіп шүкір босанам, бәрі жақсы болады. Сосын қызыма босанғаннан кейін жолдасымыз екеуміз прогулка серуендеп жүреміз ғой, машинасын алып қыдырып. Бір күні сөйтіп тоже шығамыз, магазинге кіріп, анау-мынауымызды алып, екеуміз мәз болып әңгіме айтып, машина міне былай болады да, магазин алдынан жол ғой. Енді бұрылып бүйтіп жолға шығып келе жатқан кезде бір машина келеді, ұшырып жібереді ғой бізді. Мы отлетели там, получается, отлетели. И бас деген ана машинамен дүн күткізеді, алдыңғы несіне отырмын ғой, алдында отырам ғой, былай соқсам, жолдасым қасымда. И мен айтам ғой, сен маған бәрі жақсы ма деп, ол айтады, сенде бәрі жақсы ма деп. Я шоком отделались. Но машинаның алдығы жағы кішкене ұрылған енді, по-любому. Ана кісі шығып келеді да, бүйтіп айтады сол кезде. Вам повезло дейді да, ана кісі айтады. То, что сізді, мен КамАЗды обгон жасап, мен шықпағанда, сізді КамАЗ ұрғанда, екеуіңнен түк қалмайтын еді. Енді екеуміз де жаспыз ғой, мен 21-де, жолдасым 24-де. Вам повезло, ана жерде жолда менің алдыма шыққан.
сол кезде тоже өзі определенный стресс болады, көкесі стресстің. Яғни ДТП-дан кейін адамда өте үлкен травма қалып қалған. Бұндай тек қана сіздің басыңызда ғана емес, Қазақстанда өте көптеген адамдардың бойындағы бар проблема. Және де мынандай термин бар да психологияда. Травма свидетеля деген тоже диагноз бар. Яғни өзі түспесе де басқа біреулердің көліктерінің қағылып жатқаны, басқа бір өте қиын оқиғаларды көргеннің өзінде адамда травма қалып қалады. Ал өзің ДТП-ға түскен кезде действительно, мне кажется, өте қиын сияқты. Сіз осы ДТП-дан кейін қалай өзіңізді восстанавливать еттіңіз? Мүлде машинаға отырғыңыз келмейді қазір? Қазіргі уақытта, қазіргі уақытта мен білем, что енді уже ол жас кезде болған зат дегенде ғой. Қазір 37-мін. Алматы қаласында тем более скорость 150 емес қой, 40 қой. Подружкаларым бәрі айдайды. Олар айтады, Мақпал, вот саған не тұрады айдаған дейді. А ол кісілер менің путімді білмейді, не өткенді, что менде қорқыныш бар екен түсінбейді. И қанша мүмкіндік болды машина алғанға. Вот түсінесің, бала шағаға керек не. Но вот этот страх жібермейді ғой. Вот этот страх вот прям ұстап тұр да внутри. И даже осы жазда бізде мүмкіндік болған машина алғанға. Но мен өзіме отговорка айттым да. Ой, қойш, бензин бар, СТО-сы бар. Это просто из-за того, что мен мінгім келмейді да наған. Жолағым келмейді да. Маған пассажирский неде отырған ұнап тұр да, артында басқа кісі не істейді. Но осы жаққа жұмысқа келдім ғой енді, отдел продажға. Сол кезде сіз Мақпал қараңыз, автошкола, отдел продаж, мейлі отдел продаж болса да, сіз өзіңіз адамдарға машина айдауға мүмкіндік беріп тұрсыз да, айтып тұрғанда. Бірақ өзіңіз қорқасыз машинадан. Мен не үшін сізді бірінші болып шақырдым да подкастқа? Бізде автошколада қыздардың барлығына практически айтылады да ол. Қыздар, өздерің автошколада жұмыс жасайсыңдар, әрқайсыңа оқып осы жерден. Бізде еще бізге жұмысқа кірген қыздарға автошколаға егерде правасы жоқ болса, права алып, осы жерде біздің полный сабағымыздан өтіп, права алып машина айдауына біздің тараптан өте үлкен жеңілдіктер бар. Сол себептен мен Мақпал ханымға айтсам, Мақпалға айтсам, Мақпал машинаға отыру керек десем, менде страх дейді. В смысле страх? Сен автошколаға келіп тұрсың, түсініп тұрсың ба деген мәселе еді да. Егер де өзің ол нәрсеге жақсы көрмесең, именно продажниктарды өзің сол нәрсені өтпесең, жақсы көрмесең, қалай басқа біреуге сатасың деген тема болып тұр ғой бұл жерде. Сол үшін Мақпал, мен сізді біріншіден бұл подкастқа шақырып тұрған жоқпын. Сіздің осындай үлкен травмаңыз бар екенін мен білем. Бірақ біз не себепті бұл подкастқа шығарып жатырмыз? Сізде өткенде айттыңыз, ол машина айдағым келеді, бірақ мен машина айдай алмаймын, себебі мен қорқамын. Егерде Мақпал осы жерде шынымен де машина айдағысы келеді, бірақ қорқады болатын болса, онда мен өзімнің тарапынан қорқынышпен проработкам бар, машина айдауға деген сияқты бір бонустарымды берем деген едім. Келсеміз ғой? Ja, обязательно. Қазір енді машина айдауға не себеп болып жатыр? Не үшін прям машина айдағым келмейді, осындай үлкен травмам бар, бірақ машина айдау керек деген понятие қаяқтан келді? Менде бұл понятие. У меня дети растут. Сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, мен көп балалы анамын. Енді жазда мен балдарды просто мына тұрған Капчагайға апарып келейін десем, бір салонды жалдау, мен семьям ғой енді, бір салонды жалдау 30.000 теңге. Яндекста. Это мен оның апарат кем, еще алып келгенім бар. И соны сол жақтағы расходтар бар. Сол жақтағы расход бар. Соны ойлайсың да. И сосын бір рет бір қатты жағдай жүрегіме өтіп кеткен себебі, и сосын мен кішкене ойланып бастадым да. Ол кезде кішкентай балам больницаға апару керек та. Аналардың бәрі де тоже кішкентай ғой, үйге кете алмайсың қазіргі недеше. И бір-біріне жұққан, еще жөтеліп, еще қар жауып тұр, жолдасым тұр, көтеріп тұр кішкентайды. Мен ана средний ұстап тұрмын, екі үлкен тұр. Машина келеді да. Ойбай, а что сіздер? Вас так много дейді да маған. 6 человек дейді да. Вы понимаете, что жолдасым алдына отырады, мен и 4 баламен, и біреу алдыға отырады. Мен ала алмаймын сізді. Яғни такси алмай кетті сіздерді. Такси алмай.
бір ішіп алған біреу болсам екен ше, бір буянить етіп тұрсам, мен да такой жүрегім жаман ауырды да, менің балдарым да ауырып тұрған тастап кеткенге ше. Жолдасым айтамын, жылағым келіп тұр ғой ше, балдарым тастап кеткенде. Сосын тағы такси шақырамын, тағы да далада тұр, еще куртка, еще вот это все. И сол кезде мен де ойлағанмын, енді қаншаға дейін жүремін өйстіп, қаншаға дейін жүремін енді өйстіп, әркімнің көңіліне қарап, еще бір ана бала шағамен бір жаққа барсаң, заттар аласың ғой, и саған бүйтіп қарайды ғой, осының бәрін аласыз ба деп ше. Мен төлеп жатырмын ғой, мен бесплатно баратқан жоқпын ғой, жаным күнім. И уже андай не істейсің да, бір даже төлеп тұрған такси шақырғанда кейбір кезде көп балалы аналарға өте қиын. Потому что түрлері бұзылады, балаңызға айқайлама деңізші, балаңыз өлең айтпаңыз деңізші деп ше. Аяқ киімдерін иә, и такое чувство, мен ана бір, особенно енді мамам қаланың шетінде тұрады да, бізге 1,5 сағат жол кетеді. 1,5 сағат баланы мен қалай өзім жауып қоямын? И у меня тоже уже андай ойлаймын да, неге мен сол ойлар да келеді да, мамам аз барып бастадым. Потому что мен білем, қазір вот это ана недовольный кісіні көремін. Потом қайтқанда мама еще бәрін бірдеңке береді ғой. Оны алып қайтсаң да таксисте деп қарайды да. И сол себептен, наверное, мен ойлап тұрмын, что қорқынышпен уже жұмыс істеу керек да. Мен отдел продажда, сіз айтып отырсыз ғой, қалай сатасыз деп. Бұл жерге кірген кезде жұмысқа сіз өзіңіз маған буквально 1 сағат сабақ үйреттіңіз. 1 сағат. И сол кезде біз үйде отырып алып, домохозяйки особенно үйде отырып алып, неше түрліні көріп алған, авария, баяғы заманда жол ережесін жаттау керек деп айтатын баяғыда. Мен басында бір барғым келгенде бүйтіп айтатын, мынаның бәрін жаттау керек. И менде ойда, ананың бәрін қалай жаттаймын? Мына жақта балам шулап жатыр, мына жақта. Ұлданаса сразу айтты, бізде программа жол әліппесі дейді. Жол әліппесі, когда тебя вот поэтапно үйретеді. Ана знактардың бәрін оқи білесің да. Даже элементарно 1-2 знакты үйреткенде, мә дедім. Осы знактардың бәрі саған жолда жеңіл жүру үшін деп ше. И сол мен ойлаймын, көп әйел адам оны білмейді да. Что на самом деле үйде отырып біз қатты загоняться етеміз да, страхтарымызбен. Андай жеңіл жолды көріп тұрған жоқпыз, андай дәмін сезініп тұрған жоқпыз да. Бір хотя бы соны көріп, мен өзім көріп білгеннен кейін қазіргі уақытта уже ақырындап мой страх уже уходит дегенде. Потому что біздің жаңағы, почему мен саталам да спокойно уже қыз балдарға, потому что мен өз опытыммен айталам, что это легко и страх у нас в голове. Тем более сіздің методикаңыз онлайн, үйде отырған мысалы мамалар, қыз келіншектер соны үйде отырып алып проработка жасай беруге болады да. И бір адамдың істеген екінші адам істей алады. Но менде де қазір ойланып отырмын да, балдарым өсіп келе жатыр. Я не хочу, бір страх есть страх, это боль. Өтірік айтпаймын, потому что сол авариядан потом 1 жылдан кейін жақын адам қайтыс болды да. Это было очень больно, когда жақын адамыңдан айырылғанда слезы, боль, никому не пожелаю. Но Аллаға шүкір, мен сол состояниеде қалып қалған жоқпын да. Сол кездегі Мақпалды айта аласыз ба? Көңіл күйі, ішкі состояниесі қандай болды? Ең жақын адамын ДТП-дан жоғалтты. Сол Мақпал. Ужасно, потому что он любил машину. Ол кісі машинаны қатты жақсы көрді да, прям любовь деп жүретін да сол кісі. И сол жақсы көрген машинасы, получается, алып кетіп тұр ғой. Ол жердегі эмоцияны мен, может, каждый раз уже қайта барғым келмейді, қайтадан испытывать еткім келмейді ол эмоцияны. Потому что ол өте ауыр. Өте ауыр. Потому что еще кінәлі КамАЗ болды да, қазір жолда КамАЗ көрсем жыным ұстайды. Вот. И сол КамАЗдарды жалпы жаңа машинаға кетіп бара жатқан кезде КамАЗистар уже сізге үлкен кедергі келтіреді. И сіз ойлайсыз, каждый раз көрген сайын осылар, яғни оларды кінәлайсыз да. Егерде олар болмағанда, егерде мынау болмағанда деген сияқты бір өкініш қалады ғой біздің ішімізде бәрібірде. Конечно. Жол апатынан жақын адамыңды жоғалту, мен примерно түсініп тұрмын сіздің қандай екеніңіз, ішіңізде не болып жатқанын, қалай өзіңіз сезініп тұрғаныңызды. Бірақ Мақпал,
ол біздің Қазақстанда өте өкінішті жағдай. Себебі жол жүру ережесін көбісі оқымағанның себебінен, көбісі осы нәрселерді жолда кім қалай жүру керек екенін білмегеннің себебінен бізде осындай адам шығыны өте көп болып жатыр екен. Өткенде мен бір шолу жасадым, осы 25-ші жылы, 24-ші жылы 32.000 ДТП болған. Жол жүру ережесін сақтамағанның себебінен, және де соның ішінде 2100 адам қайтыс болған. Ол соның бірі Мақпал. Өте өкінішті, Мақпал сияқты тағы да 2100 семья осылай қиналып жатыр деген сөз. Біздің Қазақстан мемлекетінің ішіндегі жол әдебінің әлі де дұрыс емес екенінің көрсеткіші. Сол себепті бұл тақырыптарды осылай біз көтеріп жатырмыз. Біз өзімізде 2014 жылы аварияға түстік. Балалармен мен аяғым ауыр, 7 айлық. 1,5 жасар балам бар, 3 жасар қызым бар. Жолдасым, сіңілім бәріміз бауға көтерілдік та, төмен түсіп келе жатқан кезде машина кәдімгідей тормоз істемей ары қарай секіріп кетті таудан. Сол кезде машина полный жаңағыдай не қылды да, вообще машинадан дым қалған жоқ. Бірақ мен ішімдегі балам да, сырттағы 2 балам да барлығы аман есен, сау, шүкір деймін. Ол маған қатты бір не болған жоқ. Мен ол кезде өзім өмірім үшін және балаларым үшін не істедім да, жаңағыдай өмір сүру керек деген бір понятие болды да іште. Сол себептен білмеймін, ол бір жастық шақпен бүйтіп өтіп кеткен сияқты. Әйтпесем бір емес қанша ДТП-ға түстім ғой өзімде. Машинаға деген махаббатым қоймайтын сияқты меніңше. У вас любовь к машине просто. Алла жеңілдігін берсін, Мақпал. Әрине ол оңай нәрсе емес. Сенде жаңағыдай жүргізуші куәлігі бар, яғни права бар, бірақ машина айдамайсың. Менің ниетім де, Мақпал, сен ертең егерде нақты шешім қабылдайтын болсаң, машина айдаймын деген, онда мен сені сопровождать етіп, машина айдап кетіп, осы бір картинканы көргім келеді да. Сен машина айдап, емін-еркін өзің балаларыңды ары-бері тасып, Қапшағай тұрмақ, басқа қалаға болсын, басқа мемлекетке болсын, машинамен емін-еркін жүргеніңді мен көргім келеді. Сен қалай оған қарайсың? Әрине. Сол айтып отырмын ғой, то что бізде мен енді консультантпын ғой, опадағы қыздарға звондаймын, айтамын да. Мы сильные женщины, деймін да, мы сильные девочки, девушки, да. Все можно перебороть. Вот шешім қабылдасақ, вот главное, шешім қабылдасақ, осыны істеймін десе, біз бәрін қопырып тастаймыз. Бірісі бізде ішкі ниетте желание деген болу керек, да. Потому что менде желание болды. Ол түсінтірсің ғой менімен. Басқа инструкторларға, автошколаларға жалпы машинаға мініп көрдіңіз ба? Осы неден кейін, ДТП-дан кейін? Иә, міндім. Просто мен мінген кезде, чтобы енді машинаның кайфы күшті да, по-любому. Но ана қатты авариядан кейін просто мен машинаға міндім. Неге екенін білмей міндім. Просто хотела музыку послушать, потому что сен когда жақын адамыңды жоғалтып алсаң, бәрі саған басқаша қарайды, түріңді бір аяйма, бір көмектескісі келеді, но саған көмектесе алмайды ешкім. Ол ішкі арпалыс болады андай. Машинаға мінем. И то мен бүйтіп көшені ғана жүрем да, чтобы музыка тыңдап, расслабиться, ол все равно не береді да. Бір кезде папа келеді да, прям мені іздепті көше бойы. Машинамен еще помню, бүйтіп ақырын жүресің ғой, андай жағдайдан кейін. Сонда мен страх машины болды да, но ана жерде машинаның ішінде мен тығылып қалғым келді. Ана машина маған әлем болды да, бір бөлек әлем. Машина сенің жеке пространствоң болды ғой. Иә, мен жеке әлем болды, хоть сондай жағдай болса да, ішіне кіріп алып, ана музыканы қойып, бір ішкі мен көрмей тұрғандай, естімей тұрғандай, бөлек өзім болдым да ана жерде. Потому что сен сыртқа шықсаң, жүрсең де сен біреу көреді ғой адам. Потому что ол кезде менің жасым келе беретін, тоқтата алмайтын соны. Уже я не хотела, чтобы меня все жалели, андай алып қараған не хотела. Ана машинада өзімді күшті сезіндім, тығылып қалғандай болып сезіндім.
сол кезде резко папа келеді да, мен бүйтті келе жатқанда ана жерден папа келеді да, резко машинаның есігін ашады да, сен неге өйтіп істейсің, и так адамнан айырылып қалып отырық жақын, енді сенен айырылуға қалып еді осы. Сенен айырылып қалсақ не болады бізге дейді. Есікті қарс кізіп жабады, артынан жүр дейді. Келем, и маған айтады да, типа уже все, сен отырма, рульға отырма, біз бір адамнан айырылдық, енді сенен айырылуға қалып еді. Типа страх ше бәрінде, мен отырсам рульға, енді келесі как будто мен кетіп қалатын сияқты да. Из-за этого сол себептен қорқыныш біраз уақыт болды. 14 жыл өтіп кетті ғой. 14 жыл өтті. Содан кейін мен рульға отырған жоқпын. 14 жыл болды. Андай ниет болады, тоқтап қаласың. Ниет болады, тоқтап қаласың. Но қазіргі уақытта мен ойлап тұрмын да, почему мен қыз келіншектерге предлагать етемін да? Потому что машинада отқан ол сезім бөлек та. Когда ты чувствуешь рульді, вот это, как будто ты чем-то управляешь ғой ана жерде. Өз әлеміңде бөлек. Кішкене қандай музыка қойсаң да қоя бересің, саған ешкім ештеңе кетемейді анау. Твое пространство. Үйдің ішінде бала шаға, я қуаныш оның бәрі. Но ана жерде сен тығылып қаласың да, бір бақырып айқайлап алсаң да ше, саған жындық ұқсап қарамайды ғой. Сен далада бақырып көрші. Тауда да бақырыңдар, шығады энергия дейді, сен тауда шығып бақырсаң да қасында қанша адам кетіп баратады да. И это не то, да. И сол себептен өзіме шешім қабылдадым, что мои страхи мною больше не управляют. Потому что мен қыз келіншектерге де айтатым сол да. Күнде ойланамыз, міне жазылам, әне жазылам, міне жазылам, уақыт кетіп жатыр да. Сол маған мотивация болып жатыр да. Бұйыртса осы жылы мен қызым 11 бітіреді. Мен айтам, как время летит деймін да. Кеше ғана осы қызбен мен босанып бүйтіп не істеп едім, уақыт кетіп жатыр да. Міне әне жазылам деп жүрген кезде уже можно время потерять. Сол уақыт қой ең бастысы қайтарылмайтын. Басқа нәрсені қайтарып беруге болады. Вот время нет. Сол себептен осы жаққа келген, білмеймін өзі ше. Сізге қалай келгенімді білмей қалам. Все вот, потому что бір ниет болды да. Ниет болды, машина керек деген. Семьяға уже керек, мен отыру керек деген болды да. И қалай екенін білмеймін. Солдан астасқа жұмысқа кіріп кетсем ғой, автошколаға еще өз машинадан қорқатын адам. Сосын тем более ана методикадан кейін қыздардың ана уверенность беріп жатыр да машинаға деген. Сенімділік ше, что өтірік айтпақ қойын, что мен қазір маған Ұлдана ханым жүр Мақпаны машинаға отыр десем, прям отырып алып бүйтем. Нет, это неправда. Ол бізде теория бір ай болады ғой. Бір айдың ішінде пошагово істелінетін зат та, ақырындап үйренетілетін зат ол. Сол себептен осы қыздардың үйреткені, наверное, маған сіздің поддержкаңызде дух беріп тұр да. И жарты жолда я артқа таюға болады, но каждый раз өзіңе напоминать ету керек та. Уақыт қайтарылымды емес. И ана адам істеген затты сен де істей аласың. Проблема болады, но екі выход бар. Сен жылап отыра бересің, 10 жыл, 30 жыл. Или өзіңе рұқсат бересің жылағанға. Бір ай, 2 ай. Жасын сүртесің, тұрасың. Ары қарай әрекетке көшесің. Иә. Менде бір келіншек болған автошколада оқыған кезде. Машина даже пассажир болып отқанның өзінде көзінен ағыл-тегіл жас. Ол қатты қорқады машинадан, тоже самый жаңағыдай ДТП-ға түскен. Содан кейін машинаға отырамайды, даже пассажир болып, даже автобусқа отырамайды ана кісі. Сөйтіп күніге жаңа сабаққа келетінің алдында 40 минут бойы аятыл курси фалах насты оқимын дейді, Құдайға жалынам дейді, сөйтіп садақамды беремін дейді, сосын барып машинаға отырғанда ана ұстайтыннан ұстап отырамын, сөйтіп сабаққа келемін дейді. А мен оны білмеймін. Сабаққа келеді, прям стресс болып отырады ол сабақтың өзіне, потому что бізде водительское мышление бар ғой. А мен оны басында білген жоқпын, өзім сабақ беретін. Кәдімгідей стресс болып отыратын да, былай сабақтан шығады, кетеді енді күнде, ол кезде 2 апта оқитын. Кейін жаңағы проработка со страхом неге жиналған кезде ол кісі басынан кіргеннен жылады, шыққанға дейін жылады. Сосын мен тоқтаттым да сұрадым, сіз неге жылап жатырсыз? Енді бізде оның ішінде көптеген тақырыптар айтылады ғой. Может, бір нәрсе задевать етіп кеткен шығар десем, мен осындай ДТП-ға түскеннен кейін мен қатты қорқам. Сол себепті жаңа маған енді уже болды, мне назад пути нету.
мен енді машинаға отыруым керек, мен қалай отырамын деп қорқып жатырмын дейді да. Бізде мынандай қорқыныш пен проработка болғанда жалпы қыздардың өзінің қорқынышы бар. Ол қорқыныш кәдімгі менің онлайн интенсив қорқыныш пен проработка деген тақырыптағы интенсивпен ақ кетеді. Ал осындай глубинный травмасы бар кісілермен, ол кісілермен жеке жұмыс жасаймын да мен. Анау болып тұрған ядроны алып тастаймыз, оның ішінен көреміз. Ол бір проработка болуы мүмкін, ол бірнеше проработка болуы мүмкін. Ал ана кісімен Мақпал бір проработка сол жерде отырып жұмыс жасадық. Ол айтады, мен даже проработкадан кейін шығып таксиге отырып шаршап ұйықтап қалыппын дейді. Үйге бардым, үйге барғаннан кейін ертесі күні автоцонға келу керек болды. Автоцонға келіп, сол келген кезде мені көріп есіне түсіп айтып жатыр ғой. Оказывается, мен кеше проработкадан шыққаннан кейін үйге дейін барыппын. Үйден бері қарай автоцонға дейін 2 пересадкамен келдім автобуспен. Мен қорққан жоқпын дейді. Мен даже дұға оқуды ұмытып кеттім дейді. Мен ол кезде мен ойлап жатырмын да, адамның дұға оқуынан мен марқұм қалдырып қойдым деп мен сөйтіп ойладым да ол кезде. Ол кісі сол кезде осознавать етіп жатыр да, проработканың сол жерде жұмыс жасағанша. То есть ол нәрселермен жүре келе болған травмалармен жұмыс жасауға болады, Мақпал. Алла қаласа, сенің де бір кейс болғаныңды көргім келеді. Сенің де бақытты машинада отырғаныңды, машина айдағаныңды көргім келеді. Көптеген қыздардың өзін машинаға лайықты емеспін, жаңа салоннан шығып жатқан машинаға лайықты емеспін көреді. Біз автошколада постоянно айтамыз, қыздар машинаны салоннан алыңдар. Себебі машинаға отырасың, оталдырасың, кете бересің. Ал ескі машинамен есің кетеді. Біз үнемі әр курсантқа айтатынымыз осы. Сол себепті де біз постоянно салонна машина алуға әрекет етеміз, водительдің мышлениясын қалыптастыруға әрекет етеміз. И қыздардың тараптарына өте көптеген давление бар ғой, мына итак давление бар да, қыздар итак машина айдауға қорқады. Бірақ бұндай травмалар әрине, бұндай мәселе жаңағыдай айтқандай 2100 адамның отбасында болып жатқан болуы мүмкін да. Сол себептен бірінші біздің әрекетіміз ол дұрыс жол жүру ережесін үйрену, екіншіден біліммен жолға шығу. Жауапкершіліктен қорқамыз ғой? Жауапкершілік. Машина айдағанда өзіңе және айналаңдағы адамдарға жауапкершілік алу керек болады. Жалпы осы жағдайда сенің көзқарасың қалай? Жалпы сен қалай елестетесің машина айдағанда, сен қалай айдайсың? Елестете аласың ба оны? Мен даже маған все время мама айтады да, машина алсайшы деп, типа возможность бар ғой, алсайшы. Типа қайта таксиге сол ақша кетіп жатыр мысалы дегенде вообще. Уже спокойно айтпасын да, қашан Яндекстің бағасы түседі, жаңбыр болса вообще ғой, Яндекс құтырады, жаңбыр жауса, как будто мен айтамын ғой, что они перестают ездить или что деймін да, что дождь чем мешает дегенде қыламын да. И сондай моменттерде мен ол кісіге бүйтіп айтамын, мен концентрация, жауапкершілік қой енді, бүйтіп отқан кезде балам шулайды, мен отвлекать тартады, мен бүйтіп қалам, біреуге соғып қалам, ананың сосын мен ремонтын істеймін, сөйтем деймін да. Сосын бүйтіп айтамын, қойшы, мен түк білмеймін ғой, СТО-ға сосын тағы ақша құртам, бензинге кетеді. Оның бәрі по факту сылтау. Машинаға отырмаудың машинаудың отырмау. Только, пожалуйста, мен 1000 себеп тауып беремін, бірақ машинаға отырмаймын. Мен даже санап беремін, что такси выгоднее екен. Бәрін істеп бердім ғой, бәріне әлі келе жатырмын істеп. Но айтады ғой, біз ойлаймыз, что біз балдарымызды үйретіп жатырық, ничего такого, это наши дети нас воспитывают. Менің балам вот қазір 1-ші класста, басқа ата-аналардікі машинамен алып кетеді да. Балам мені мотивация беріп тұрды. Қашан біз өзіміздің машинамыз болады, мама. Мен енді балам айта алмаймын ғой, қорқынышымды. Ол маған мотивация беріп тұрды қазіргі уақытта. Енді дәл осы жерде үйіңде балаң мотивация берсін, жұмыста мен мотивация берейін. Келесі подкастты Мақпал сенің машинаңда подкаст түсіруді нәсіп етсін. Осы көрермендердің алдында біз өзіміздің де бір кішкене немізді қосып жіберейік, өзіміздің де тараптан, біздің Ұлдана автошколаның тарапынан Мақпал ертең машинаға мініп, сол машинасында подкаст түсіруімізді нәсіп етсін. Қыздар, сіздер де қолдау білдіріп кеттіңіздер,
Бұндай проблемада жүрген тек қана Мақпал емес, Мақпал арқылы біз осындай проблемасымен жүрген қыздардың да силуетін көрсеткіміз келді. Осындай бір проблемаларымыз бар. Мақпал, келесі подкастта Құдай қаласа 1 жылдың ішінде қорқынышыңмен проработка жасап, күшті салоннан машина алып, сол машинада подкаст жасауымызды нәсіп етсін. Обзор жасап, екеуміз. Қыздар, осымен біздің бірінші подкастымыз соңына келіп жетті. Бірінші менің подкастым, жақсылап қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, парақшаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер енді. Ал сіздердің өмірлеріңізде осындай да бір оқиғалар болып жатса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Бәлкім менің сіздерге қандай да бір көмегім тиіп қалар. Жақсы, қош сау болыңыздар. Мақпал, рахмет.